Ассаламу-алейкум қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Дана. Бүгін сіздермен ешқандай да жабыспайтын, шашылып өте әдемі болып тұратын тойымды тағамдардың бірі нарынның рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны бастамас алдын арнаға жазылып, қоңыраушаны басып, мені қолдап кетулеріңізді сұраймын. Ал енді рецептке бисмилля деп кіріссек. Ең алдымен ыдысымызға су, тұз және де жұмыртқамызды салып, араластырып, үстінен електен өткізілген ұнымызды қосып, кішкене қаттылау етіп қамырелеп алатын боламыз. Әркімде ұнның сорты әрқалай болғандықтан, кейбіреулер ұнды көптеу қосуы мүмкін, кейбіреулеріңіз аз қосуларыңыз мүмкін. Бастысы қамырларыңыз орташа қаттылықта болуы керек. Енді дайын болған қамырымызды салафанға салып, 10-15 минуттай тындырып аламыз. Тынған қамырымызды дөп-дөңгелек етіп суалылап аламыз. Сонда қамырларымыз бір-тегіс жақсы әрі дөп-дөңгелек болып, әдемі болып жайылатын болады. Суалыланған қамырды кішкене тындырып, одан кейін ұнды молынан сеуіп отырып жаямыз. Сонда қамырларыңыз тез жайылатын болады. Біріңіз білерсіздер, біріңіз білмессіздер. Қамыр жайған кезде қолды жартылай қамырда, жартылай оқтауда ұстап жайсаңыздар, қамырларыңыз бір-тегіс болып жайылатын болады. Қамырды тым жұқа етіп жайып қажет емес, бізде кішкене қалыңдау болу керек. Әдемі етіп қамырымызды жайып алғаннан кейін кішкене дегдіп алсаңыздар болады. Немесе бірден осылай кішкене үлкендеу бөліктерге кесіп алатын боламыз. Мен қамырды суға пісіретін боламын. Сорпаға пісірсеңіздер де болады. Ал егер бұлай жасағыларыңыз келмесе, қамырды майлап, мантаварка деп буға пісірсеңіздер де болады. Қайнап тұрған суымызға дәміне қарай тұз салып, қамырды 4-5 танадан салып пісіретін боламыз. Барлығын салып жібермеңіздер. Көп қайнатып та қажет емес, бірнеше минут қайнаса жеткілікті. Үстінен салқын су құйып, қамырымызды салқын суға салып алатын боламыз. Егер де суларыңыз жылып кетіп жатса, әр қамыр салған сайын суды ауыстырып отырыңыздар. Сонда қамырларыңыз әдемі болып шығатын болады. Енді осындай мата дастарханымыздың үстіне қамырларымызды жайып алатын боламыз. Біз екі жағынан да қамырдың суын сорғытып, құрғатып алуымыз керек болады. Кішкене уақыт өткеннен кейін келесі бетін аударып жаямыз. Екі бетін толықтай құрғатып алатын боламыз. Құрғаған қамырларымызды осылай жинап аламыз. Егер де көлемі үлкен болып кетсе, дәл мен сияқты ортасынан бір бөліп алсаңыздар болады. Енді қарапайым сұйық маймен қамырымызды майлап орайтын боламыз. Қамырды жеке-жеке орамай, бірнеше қамырды қосып орасаңыздар, тураған кезде де уақыттарыңызды көп алмайды. Мен 3 қамырды біріктіріп орадым. Әр қамырды майлап, оралған қамырды үстінен қойып, 3 қамырды дәл видеодағыдай орап алдым. Кішкене жуандау қамырды турау сіздерге қиындық тудырмаса, 4 немесе 5 қамырдан орасаңыздар да болады. Ол кезде уақыттарыңыз тіптен үнемделетін болады. Барлық қамырларымызды сұйық май жағып отырып, дәл осылай орап алатын боламыз. Қамырларды толықтай орап болғаннан кейін, біраз уақытқа тоңазытқышқа салып қойсаңыздар, тіптен керемет туралатын болады. Немесе түнде жасап, таңертеңге дейін қойып қойсаңыздар, тіптен керемет болады. Мен етті турап болғанша қамырды салқын жерге шығарып қоятын боламын. Етті мен 4 бұрышты етіп ұсақтап турадым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша ұзынша етіп турасаңыздар да өте әдемі көрінетін болады. Қамырды да мейлінше жіңішке етіп тураңыздар, нарындарыңыздың көркіне көрік қосатын болады. Біздің отбасымыз кішкентай болғандықтан мен қамырлардың барлығын тураған жоқпын. Артылып қалған қамырды мұздатқышқа салып қойдым. Келесіде нарын жегіміз келген уақытта алып, қамырды ерітіп, турап, тез дайындай қоятын боламын. Енді ыдысымызға қамырымыз бен етімізді салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей қыздар, біздің нарын тағамымыз дайын болды. Осылай үрімдей ұсынсаңыздар да болады, немесе сорпалап ішкенді жақсы көретін жандар болса, ет қайнаған сорпадан ысытып, осылай құйып, ыстықтай буын бұрқыратып ұсынсаңыздар да болады. Рецепт сіздерге ұнады деген ойдамын. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.